В этой истории все плохие. В жерде положительный герой жоқ. Бәрі антагонист. Да, я лучшая! Я не удивлена, что у вас такие друзья. Соберись, приди в себя. Маған бірақ бар ғой, $3000 біреу төлеймін десе, мен қаншама секрет білем. На их молчании держится столько силы. Андай. Сен ана маңдайыңда ана косметика сәл сүртсең лох деген жазып отыр. Это комплекс богини, да? Комплекс бога. У нас вообще отырамыз. Төрлетіңіз. Рахмет. Дива, отырыңыз ойбай. Қайсыр? Сонымен бүгін біз токсик құрбылар туралы сөйлесеміз. Қазақшаға аударғанда ол улы. Уын шашып отыратын кобра құрбылар. Просто қыздар. Просто қыздар деп айта берме. Негізі біз сол тақырып туралы ойланған кезде, енді әдетте у шашатын адамдар ондай қыздар көп жиналатын жерде болады деп. Олар бір-бірінсіз жүре алмайды, байқайсың ба? Солға ана уынсыз бір-бірінің жүре алмайды да. Жүре алмайды. Сол ойладық, бізге актриса керек кәдімгі жаңағыдай. Еще андай ғой, әдемі актриса алып келесің да, а оның андай ғой, тұла бойы тұнған улы историялар. Тұла бойы тұнған у деп айта ма деп Улы историялар. Андай жаңа есті теуіп кірді да, қайсынан бастайын деді ғой. Давай, любой жетет кейстермен де жетет деді ғой, так что. Жазира. Бірінші трэш история Жазирадан. Бірінші Жазира бастайды, сендер дайындалып отырасыңдар. Сосын ана соңына қарай айтайшы емес, басынан бастап Если переплюнете Жазираны, вот это будет да. Давайте. Қайырлы кеш қыздар. Өте қуаныштымын көргеніме. Рахмет. Бүгін енді барынша ашылып, бір өмірдегі шынайы болған оқиғаларды айтып беруге тырысам. Құрбы деген көп, и олар бір циклично өмірімде ауысып тұрады ше, өздері. Кетіп тұрады. Келесі. И типа, может, мен уын көп алып қоям ба, иногда, білмеймін мен, короче. Әртүрлі жағдайлар болды. Мен бір танысымның историясын айтып берейін. Bir құрбым өзінің басқа құрбысының жігіті арқылы досымен танысады. То есть екі встречаться бастайды ғой, короче. Короче, екі подружка. Иә. Біреуінің жігіті бар. Екі сөйтіп, жігітінің досымен өзінің подружкасын екіге күшті болып жүреміз төртеуміз деп. Таныстырып береді ғой, короче. Бар ма сондай әдет бәрінде бар ғой? Бар ғой, бар. Біреуің жігітпен жігіт, сен досыңмен мен подружкамды таныстырамыз ба? Үйден бірге шығамыз деген әңгіме. Примерно сондай история. Сөйтіп жүріп бастайды ғой. И ана таныстырып берген парочканың бағы жанып кетеді ғой. Екеуі күшті болып жүреді. Ақша, подарка, бәрін жасайды. Инстаграмный махаббат па? Иә, прям керемет парочка болып кетеді. Айфон береді сондай ма? Сразу причем. Сразу. Айфон, так, квартираға қанша төлеп жатсың за полгода, так, вот это вот, все, ты моя дейді ғой. Анау мәз. И анау қыз, ана подружкасына чувство благодарности испытывать етеді ғой. Чувство вины мен благодарности. Типа, блин, рахмет деп шана. Осымен жігіт тауып бердің маған, красавчик. Иә. Анау, короче, ана жігіті там ет беріп жібереді, там икра салып жібереді, мықты-мықты балықтар деген сияқты. Сосын анау байқұс тамағынан өзі асып, жаңағы шақырады ғой. Подружкасын. Иә, типа енді рахметін жасайды ғой. Не істеп жасайды, басқалай. Сөйтіп, ананы шақырады, и анау бір аптадан кейін өзгеріп кетеді ғой вообще. Короче, трубкасын алмайды. Шақырған жерге жаңағындай. Бірінші подруга, которая познакомила? Иә, көті тұрыс қалады ғой, короче. Ана шақырған жерге, я барам дейді да. Короче, бір 15 минут қалған кезде, сондайды ғой енді. Кеп қалдың ба, ана ет пісіре берейін ба, бірдеңе деп сөйлескен ғой. Сөйтсе, она говорит, я же не приеду. Мен келмеймін. Зачем ты меня ждешь деген сияқты ше. И андай пассивная агрессия деп айтайын десем, өте откровенная агрессия ғой уже. Не, жігітімен қарым-қатынасы. Подружка номер 1. Теперь я объясню, почему это агрессия.
қызғаныш туады ғой ана қызда. Ана қыз ана байқұс жігітімен жүргенде 4 жыл болыпты. Мынаның бір айда істеп берген дүниесін 4 жылда да істемеген ғой анау. И у нее вот, знаете, жопа горит, короче. Енді бір жағынан мен ана қызды ойлаймын да, ну по сути да, конечно, обидно, да. А с другой стороны, мынаның қатысы қанша, типа, это же сенің өзіңнің отношениең Сен ғой 4 жыл бойы басқа досына ставка қойған дейсің ғой. Я. Сен өзің ішкен көзін ашып. Надо по-другому выбирать. Соны айтам. Я сөйтіп, короче, енді анаумен араласпай кетейін десе, тағы болмайды, соның амалдың жоғынан, ананың артынан жүгіріп жүріп дос болады ғой, там. Андай вообще, енді чувство вины деп білесіңдер қандай. Қалайсың деп андай нефтемін подаркалар беріп, ана прям, она с ней вот так обращается, типа, что? Қойшы, ты можешь отстать? Не хочу, надо было отстать, не хочу. Она прям унижает ее. Ей обидно, проходит огромный период времени, ну, огромный, примерно год, короче. Через год она екеуі, жаңағы күшті тәтті болған пара, расставаться етеміз деп шешеді. Просто өздерінің бір себептерімен, там, характер, что-то не сошлись, короче. И они расставаться етейін деп атқан кезде, ана сыбысты анау естиді ғой. А олар, кстати, жарты жылдан кейін айырылысып кетті. Ана 4 жыл жүрген парочка айырылысып кетті, потому что анау айтқан ғой, типа, видишь, вот, нағыз махаббат деген осындай болады екен, ты, оказывается, тоже мог, Сен досың ғой, неге сөйтіп істемейсің деп па? Я. Еще аналар бірге қыдырып шыққан кезде, ана ойлаш, мынандай букетпен бүйтіп отырады да, ана екі сүмсік бүйтіп қарап отырады. И обидно, короче. Сөйтіп, 1 жылдан кейін ана қыз айырылысатын болып шешеді ғой. Ана сыбыс, ана кобраға жетеді. Сосын отырады да, жаңағының жігітіне звондайды ғой. Өз таныстырып берген жігітке звондайды. Звондайды да айтады, нам надо поговорить, давай кездесейік дейді. Сөйтіп, анау лох. Білмейді ғой, не болатынын. Барады кездесуге. Сосын кездесуге барады да, ана подругасы, ана жүрген подругасының до этого болған интрижкаларын, екеуі сөйлесіп бастап жүрген кездегі андай болады ғой, типа бір шлейфом, бір ухажерлар, бір контакт қалып кетеді ғой, пиписка деген сияқты. Запастағылар анау мынау дейін тазалап үлгермеген кездер болады ғой, солар кірчі қалқаған ғой. И соны енді подружкасы біледі ғой, ұмжымдарын бәрін, соның бәрін ашып айтып береді ғой. Ты знаешь, по идее, ол алдында ұйықта қалдым деп айтты ғой, на самом деле, она вот это делала, она с этим общалась, она не бар ғой, она бар ғой, это, по идее, она жігітті подарить еткен, биткен сөйтін, короче, полный көташар. Андай досье жинаған ғой. Я. И это, внимание, она это сделала за деньги. Айтқан ғой, я. Маған, я, менде қазір жизненные трудности, короче, нужны деньги дейді. Содан айтады, маған, короче, осындай сумма керек, $3000. $3000 керек дейді. Сон $3000 алып, анан қосып айтқаны бар, әсірелеп айтқаны бар, полный спецэффектімен $3000 күшті концерт қойып береді ғой, анан айтып береді. Сөйтіп екеуі отырып енді жаңағы әңгіменің астына вино жақсы кеткен ғой. Аяғын біліп отыр мыналар. Именно так и произошло. Күйік ішкен ма сонда екеуі? Екеуі, я, енді. Сонда бір виноға кетіп қалатыр ма не? $3000 бар. $3000, ол бір жақсы вино болса керек. Ол бір еще бірнеше бутылка болған болса керек. Содан әңгіменің барлығы сондай бір уақиғамен бітеді. Сөйтіп, ананың айтқан сөзі сол кезде не етіп атқан кезде айтқан ғой, скажи же, я же лучше. Қарашы енді, я же лучше. Почему қарамағансың сен кішкене жан-жағыңа деген ғой. Өзің қайда қарадың демей ма ана жігіт? Енді ол майдай жағы отырған әңгімесі. Содан анау мас күйінде әлгі бір жерден шығады да, ана қызға барады ғой. Жігіт деп атқан. Көташардан кейін ба? Иә, көташардан кейін сразу. Жігіт бара ма, қыз бара ма? Жігіт. Ой, жоқ, қыз қалды ғой сияқты. Иә. Я же лучше деп қалды осы жерде. Я лучше.
сөйтіп мәз болып қалды ол. Сөйтіп ана жігіт Массың. Содан актриса ғой, спецэффект. содан анау мас болып ана қызға барады ғой. Қыз айтып жүрген ғой, все, мы расстаемся. Бірден анау көтінен жүгіріп жүрген. Содан анау все деп жүрген қызға барады да, таңғы 4-те. Выходи дейді, короче, далаға. Анау шығады да, что попало, накинула, не болды деп. Заводит в машину и бьет ее. Он ее избивает, забирает. Где-то енді екеуі таңға дейін уақыт өткізеді ғой, бір жерге барған. Там избивает до утра. Ананың белкасы тақаған ғой вообще. У него, короче, вот это вот, знаете, чувство обманутости деген негізі жаман сезім ғой. Адам деген өте... Повод бить. Да, но я вот хочу объяснить, да, ситуацию, что она до того булыққан ғой, ана несіне шығып. Ана қызбен жатпау керек қой, Жазира. Жоқ, я не оправдываю. Сен оправдываешь оны. Нет. Он екеуі күшті пара. Ойбай. Анау лучшая, анау... Я же лучше. Нет, в итоге он ее сильно избил. Она потом бүйтіп психологу ходила, есін жейді, түрін реттеді, бүйтті. По итогу отношения бітті. Суть. Бітпегенде несі қалды? Да, суть. Кстати, после этого он сделал ей предложение. Потому что таңертең бат үстема енді есін жияды ғой, анау бір ұйықтап тұрған ғой. Есікті кірте қойып тұрып ұрған ғой. Соны есін жиғаннан кейін анау айтқан ғой, типа, қорққан ғой, кәдімгі анау бұрышта тығылып отқан, анау тезірек ұйықта қалсын деп, в общем, біраз қашқан. Содан анау оянған кезде, Жан, почему ты так сидишь деген ғой? Что с тобой депші? Ана до того белкасы таққан ғой. Өтірік. Сөйтіп өліп кешірім сұрап. Өтірік. И все, давай поженимся, анау мынау дейді. Естественно, она его послала, и все, на этом все. Суть. Ужасная зависть, да? Өзінің как бы желаю счастья деп табыстырып қойып, она не ожидала, что там будет счастье, короче. Представляете? То есть изначально какая-то конченная дружба была. Скажи же, я же лучше деген. Не деген ол? Жазира. Ужас, она, Мынаны короче... асатын трэш историяларың бар ма? Не, бұдан лучше болмайды деп ойлап едім. Потолок деп ойлағанбыз. Пипец, Капец, конечно. В этой истории все плохие. В жерде положительный герой жоқ. Бәрі антагонист. И, кстати, я слышала, жаңағы қыз бар ғой, которая все предала, рассказала, ол сол $3000 бай кеткен жоқ, и, в принципе, ее жизнь очень, как можно сказать... Плохо сложилось? Плохо очень сложилось, короче. Я не знаю, как это назвать. Кто верит в карму? Знаете, енді бұл ситуация не естіген кезде, я, естественно, думала, вот она конченая, вот дура, мә, деген. А потом, когда я услышала, что ол вообще жаңағы енді $3000 біткен, ақша керек, өмір сүру керек, оның ата-анасы жоқтығын, я содан бір қиындықтарға ұшырап, непонятный сайттар арқылы, в общем, неден шетелден ақша табуға кетеді ғой. Ее там кидают, она, в общем, не могла расплатиться за жилье даже, не то что за еду. Содан ана паспортын алдыртып қойып, сөйтіп әрең-пәрең связьға шығып, осы Алматыдағы бір подругалармен обратный билетке әрең дегенде ақша тауып, сөйтіп ұшып қайтып келді деп естідім. Но как бы здесь вот не от хорошей жизни, да, люди в целом к этому идут, но это не оправдывает поступать вот так вот с друзьями негізі. Өте қиын тағдыр. Мен аны естіген кезде вообще те қалдым ше, андай, өмір екен ғой дедім, просто очень страшно, да? Кино? Как вам? Вот такая история. Білдік қой сен, әдейі шақырдық қой, перизат білді негізі. Тұла бойың, трэш история екен. Маған бірақ бар ғой, $3000 біреу төлейм десе, мен қаншама секрет білем ше. Мен білем бұның басында көп нәрсе бар. Медиа саласында кім кіммен, қашан, қайда. Сосын архив қой, баяғы 20 жыл бұрынғы историялардың бәрін біледі.
екі күйсан қол отырған. Менде ондай жоқ, мен миымда ештеңе қалмайды. Алла. Мен кешегі болған нәрсені айтпаймын. Ой. Да. Короче, Мен есімде қалды. Вот передать всех знать. мои в молчании держится столько сил. Бірақ мен дайректіме бар ғой, толып қалады ғой. Соны айтып отырмын ғой, кімде айттың соны. Ана менде ғана рубрика бар ғой, айтылмаған құпия. Ешкімге айтамайтын құпия деген ше. Әртістер, жұлдыздар, актерлардың слифтар келеді ғой. Тредсті жарып жіберуге болады негізі ше. Шын долларым мен. Ақшаны астында қаламыз ғой. Мен история білмеймін, енді переплюну нет, но айтайын. 13 жыл араласқан подружкам болатын, екеуміз вот кішкентай кезден бері бірге өстік, бір нанды бөлісіп жедік. На всех семейных праздниках она со мной, с моей семьей хорошо общается, бір-біріміздің үйімізде қонамыз. В общем, айтпаған затым қалған жоқ ол қызға. Қыздың енді жамандаған емес, бірақ енді мінез бір қояншықтау мінез болды да енді. А мен өзім такая үйдің үлкен қызы, такая чуть-чуть удобно. Я ей во всем помогала, ол кішкене глупенькая, сондай қыз еді да енді. А мен с ранних лет начала работать. Мен, в принципе, такая всю жизнь развиваюсь, учусь, работаю. И мен қазір ол заттарға трезво қарап понимаю, что тогда была какая-то зависть, ревность, потому что элементарно вот в будние дни я не могу выходить, да, вечером я не могу с ней встречаться. И маған претензия көп болатын. Сен жұмысыңа қатты беріліп кеттің, сен менімен, короче, курспейсің, нормально сөйлеспейсің, анау-мынау. В общем, ол еще ерунда. 13 жыл араласып, оның бір ұзақ уақыт жүрген жігіті болатын, да? Жігіті вообще одан асқан конченый, вечно у них там драма, ол түн жарымда мен үйме келеді, көмектеші, поговори, помоги, а я всегда ее спасаю. Маған еще все говорили, у меня мама всегда говорила, ана қызыңнан құтылшы деп. И, в общем, әңгіменің тоғы теріп, былай айтқанда, в итоге я поняла, что все мои разговоры, которые я ей рассказывала, она доносила до своего парня. А оның жігіті өсектің түбін түсіретін бала ғой, короче. И в итоге я узнаю от других, я вот так, анадан чуть-чуть сложила пазл, что оказывается, сол весь период, когда они 5 лет встречались, ол менің бүкіл секретім сол жігіт не барып айтатын. Еще у меня тогда были такие серьезные проблемы с семьей, и оның жігіті мені көшеден қорқып, что там қалайсың, ана проблемаң шештің ба, или әлі жүрсің ба жылап дейді ғой. Прикиньте, вот я 13 лет с ней общалась, бір нанды бөлісіп жеп, я сразу ей сказала, все. Давай. У меня, видимо, это был накопительный эффект, то, что мы до этого вот такие признаки, какие-то флажочки были, которые я как-то игнорировала. В том моменте я сказала, все, давай, короче, прощаемся. Стрелкам, анаған переводить еттім, сен не маған ғана айттың ба, ана подружкаң айттың, мына досың айттың деп сөйтті. Но енді в чем вопрос, одан уже жарты жыл өтті да, біздің араласпай кеткенімізге. Но меня это до сих пор злит. Вот в чем вопрос, потому что мен про нее вспоминаю, и я не могу эту ситуацию отпустить. У меня до сих пор агрессия, мен әлі ее посылаю, біреуден бірдеңе етсем, вот да пошла, она деп сөйтіп отырамын да, и я не могу эту злость отпустить. Ну это нормально, вы же давно общались. 13 жыл деген үлкен. Это же как партнерство. Сен бүкіл құпиянды айтасың. Моншаға бірге түсесіңдер. Бір-біріне көмектесесіңдер. Да, и нормально то, что всего полгода и сонда да андай бір чувство, нет чувства признания того, что бір менің как будто сонша кеткен энергиям, уақытым, соған. Просто я реально была ее спасательницей какой-то. Я была как старшая сестра, где-то даже как мама. И у меня нет чувства, что менің сол бір достығымды бір мойындамады ма, какой-то благодарности, что ли, не было. Хотя я понимаю, что, по сути, у каждого свои реальности, да, касательно дружбы, әркімнің ожиданиясы әртүрлі. Но сонда да менде бір ішімде андай бір за бар, да, что вот она вот так, как конченая дура поступила деген сияқты. Сен андай ғой, жалғыз ұлы қатының соңынан кетіп қалған әйел сияқты болыпсың да сен. Менің аналық еңбегімді ақтамады деп. Сондай болып отыр да. Мен оған мама болдым ғой деп. Сондай сезім да оларда. Ну, чем раньше ты это забудешь, тем счастливее ты будешь. Все, вообще. И андай ғой, ол құрбылар енді құдайға шүкір, өміріңде әлі талай адам кездеседі. Жалғыз сол, мынау ма? Сен оған андай ма, құрбыңа құлағын алтын сырға, сен осылай істеме деп қасындағы подружкасына. Жоқ, сосын, почему вы терпите дискомфорт в отношениях? Это не муж, это не брат, да, или не сестренка, да, андай. Жоқ, болады ғой, сигнал болады, өздерің қарамайсың. Жоқ, сен оны просто біліп отырасың. Ты понимаешь, что это неправильно, и к тебе относятся неуважительно. Вот я говорю, сен 13 жылдан бері терпишь сол. Потому что ол менің подругам. Вот солай мен олайтын. Мынандай ғой, қазір
Это что за отмазка? Потому что мен подругам, и чё? мынандай ғой, жоқ маған бөтен адам емес қанша жылдық қарым қатынас, иә, сонда біздің андай қиындықты бастан кешірдік, мә бүйткен күндеріміз бар. Балалық кездегі ескерткіштер ма? Сол мынаны, ладно енді мынандай бір минусын ладно деп қабылдау ғой, иә, сондай ма? Почему односторонне тогда? Вот в чем вопрос, почему односторонне. Никогда вот менің оған бергенімді, наверное, бір 5%-ында мен в ответ көрмеген шығармын. И это не только материально, мысалы, мен саған сыйлық беремін, сен маған туған күнде сыйлық бер емес. Мысалы, да, вот Энергетикалық тұрғыда обратный связь. Эмоциональный поддержка бересің да? Ол соны алады да, бірақ саған қиын болған кезде, нормально, забей дейді, даже не выслушай тебя. Менде похожая история болған. Кеттік па? Кеттік па? Обожаю. Короче, менде бір шама жылдан бері. Екеу қазір история. Дайындап отырыңдар. Жоқ, менікі конченый. Нет. Жарыс Давай. Короче, менде көп жылдан бері араласатын жақын құрбым болатын. Жаңағындай ценностарға ұсталып жүрдім ше. Андай қойшы, мынандай кездерді бірге өткіздік. Ақша жоқ кезде бүйткеніміз бар. О, деп ладно деп жүре берем. Бір күні бір дастарханда отырамыз. Үлкен жиын болады. Ер адамдар көбірек ол жерде. Қалай опасно, дұрыстап корректировать етіп айтқаншы. Сәл сөйтсей. Андай. Қазір араласпайсың бұл адаммен. Инстаграмнан Араласпаймын. қазір іздейді ғой олар қазір. Совместный посттары. дастарханда қайда түсті деп. Қай жерде еркек көп деп. Иә, сондай бір ортада дастархандас боламыз. Сонан Обожаю. ақ құрғақ. Ақшыл құрғақ. Газы жоқ. Содан отырмыз. И андай маған внимание көп болып кетті ше. Ой, обожаю сондай. Ойбай деп андай болады ғой. Красотка. Біреу сіз деп сөйлеп қуды ма, в общем, ана былай ағып жатыр ғой, сілекей деген ше. Андай мен сезіп тұрмын ше, мен что-то опасный зонада отырмын да. Соны анан уже көбірек не істемей қояйын деп, андай кішкене расслабляться алмай қаласың ғой, андай жерде бәрібір жым-жым сияқты болып кетті андай ше. Ойбай ше ғой, жей ғой, деп кетті да. Соны ана жердің бу деген ұрып жатыр ғой, мен андай прайм болып жатырмын ғой, короче. Дастархан звездасы болып жатырмын. Но вот ол андай орта емес та, бір қатты өзімізде емес, бір қатты доста емес, бір коллега болып та қарқ қылып жатқан жоқпыз. Әйтеуір бір орта ғой, случайно. И жаңағы құрбым менен бір-екі адамнан кейін отыр деген сияқты ғой. Екі-ақ қыз болды. Бред май болып. Содан ана қыздың сезіп отырмын да, бір настроение түсіп бара жатыр, короче. Я думаю, может, ей плохо. Может, ол мен көтере алмай қалдым, білмеймін. Ол вообще бүйтіп кетіп бара жатыр ше, тұнжап бүйтіп. Сосын бүйтіп тұрды да, Жазира, жүрші туалетке дейді. Я думала, сейчас ее рванет вообще. Ойбай дедім да, сразу, конечно, мен тұрдым да, типа, что там деп жатырмын ғой. Туалетке кіріп есік жабады да, ты че охренела дейді ғой. Ты! Сен неменеге мәз болатсың дейді ғой. Камера сюда, пожалуйста, мен күшті обзор болып отыр менде. Я такая, Крупный план. не болды деймін ғой, сен неменеге мәз болатсың ол жерде вообще. Соберись, приди в себя дейді да. И мен андай, я не понимаю, типа, как реагировать. Біз екеуміз қатты әзілдесетінбіз. Андай болады ғой, бір подружкам болады, андай қатты әзілдесесің. Айта берші, күшті эмоциямен Мен ойлап жатырмын да, айтып жатсың ғой. мына шутка ма екен, қай жеріне күле салсам деп. Білмейін десең тағы бір түрлі бүйтіп тұрмын. Аха, деп қоямын, не болды деп ше. Сен қайдан шыққаныңды ұмытпа вообще дейді ғой. Ты какая была, такое и осталось. То, что ты сейчас вот так вот блестишь, это вот ты не подумай, сен аналардың сөзіне сеніп отырсың, ты не такая, поняла? Поняла ли, мама? Прям. Поняла ли? Да, успокойся вообще, уймись ты, дева. Прям, она күрегіде шашады, она прям вот, знаешь, чуть-чуть еще, андай көзі жасаурап тұр, прям, она очень перевозбуждена, прям, ашуланып тұр, да. Я такая, ей, сыма деймін ғой. Сыма деп ше. Балда деп ше, андай, құдай, келді деп, андай. Я это делаю и думаю, несет
деп атсың сен? Саған енді бетіңнен салып қалу қалды ғой енді. И мен андай қоя қоямын да, ана десем, жіберші мені вообще деп. Кәм жұлқынап ана ашудың атына мініп алған тоқтай алмай тұр ғой. И мен андай осознание вот так ко мне приходит, и я просто вот так на нее смотрю, и она продолжает. Да. Менің миымда андай слоумо болып жатыр ғой. Диатр да андай. Мен андай флешбектер елестеп жатыр. Сонда біздің достық қайда? Чё за фигня вообще? Не болып жатыр мына жерде деп. Сөйтіп тұрамын да, айтып болдың ба деймін. Иә дейді. И менде мынандай чувство ғой, өзіміз бір қатты жақын ортада отырған жоқпыз. Еркектер ана жердегі гүрілдеген елдің бәрі ойлап қалады, мыналар вниманияға таласып между собой қырылып жатыр деген әңгіме болады ғой енді. Бәрі туалеттің сыртында тұр дейсің. Я думаю, қойшы, абырой керек. Давай, как ни в чем не бывало, я пойду. Но мен ана жерде тұрып кетіп қалсам, ана қыз жеңгендей болады, понимаете? Типа, ты кто такая? Сен вообще мынандайға лайық емессің деп тұр ғой. Я такая думаю, нет, Жазира, ты будешь до конца сидеть. Нет, Жазира. Я, естественно, села. Молодец. Аналар тағы, да, Жазира, давай, я, давай, да, я лучшая, деймін. Отырдым мен, да. Отырдым, мы вышли, и уже почти утро ғой, жарықтау болып жатыр. И мен ол кезде мама папамның үйінде тұрамын, сөйтіп такси шақырамын. Я же понимаю, что ол үйге бара алмайды қазір. Типа, чуть-чуть винца пили, короче. Но она не чуть-чуть дейді. Короче, бара алмайды. И мен такси шақырамын. И былай таксиға барып отырайын деп жатсам, екінші жағынан келіп ол отырды да. И жаным ашып тұршы, таста кете алмаймын мен. Все-таки адам ғой деп тұрмын ғой. Адам ол. Сосын үйге бардық. Сөйтіп өзімнің төсегіме қасына төсек салып бердім оған. Ол жатты. И таңертең тұрамыз. Мен бір жаққа кетуім керек съемкаға. Я начинаю собираться, боянып жатырмын. И она как-то, знаешь, мен ойладым, оянса өзі тұрып кетер сосын. Как бы бөтен үй емес. Енді тұрса, білмеймін, мне настолько пофиг. Мен миымда ана отношениямыз біттіші. Я даже не хочу разговаривать. И просто боянып тұрсам, Жази, сен маған ренжіп тұрсың ба дейді, оянып шы. Нет, демейсің ба? Мен сөйлескім келіп тұрған жоқ дедім. Сосын ол өзі барып, кім звондап жатқан? Әкеш берші. Жоқ дейсің. Содан, короче, ол да ақырындап жуынып, анау есін жиып бастайды. Андай тишина ғой, просто тишина. И мен дайын болған кезде такси шақырдым. И ол да менің артымнан шығып келе жатыр. И ол да сол таксиға отырды. И Очень тупая ситуация вообще, да? Тупая ситуация. И я указала вот этот адрес, который ей нужен. Типа, өзім сұрадым, да? Тебе куда деп? И я ей указала вот так 2 адреса. И вот первый адрес менікі болды да, бірінші адреста мен түсіп қалдым. И с тех пор мы не дружим и не общаемся. Енді жаңағы жарты жыл деп жатсың ғой. Вы не представляете, как меня колбасило. Мен ол кезде Москвада тұрам. Мен арасында ұшып кеп тұратынмын. И 1 күннен кейін ұшып кетем, и мне плохо. Я думаю, как так? Ананың бүйтіп қызыл кеңірдек болып айғайлағаны көз алдымда тұршы. Мен ойлаймын ғой, бұл қашан басталған нәрсе ғой, получается, депші. Андай. Сол кезде емес, сол кезде взрыв болған жоқ деп ойлаймын. Жиналып, она уже не выдержала ғой, но... Звоночки были в твоей жизни соған? Да, и мен начинаю все вспоминать. Мен бәрін андай, деп күле салам да, көп нәрсеге ше. Оказывается, вообще күлмейтін нәрселер өте көп болған екен, сондай жағдайлар ше. Типа, сен сұраймай түші төмен деген сияқты нәрселер ше, андай. Әңгімеде сондай ма? Арасында бүйтіп фук-фук кіріп кетеді. Арасында ше, андай. Чё ты вырядилась, неге айтпайсың енді? Теперь күт мені. И начинается. Вот это какие-то вот мелочи, да, которые, по идее, мен давно түсінуім керектігін. Но жаңағы нәрсе ұстап тұрды да. Ей,
біз қаншама қиындықтарды басымыздан өткіздік, біз қалай бірге ананы істедік, мынаны істедік. Мені никто кезден бастап таниды ше, мен вообще Жазира, мен өзім фамилиямнан ұялып жүрген кезден бастап таниды ше ол мені. И получается, она меня не признавала, да, все это время, но она делала вид, что поддерживала. И, кстати, менің бірде-бір премьерама келмеген. Она вот всегда создавала какие-то вот андай перед выбором қойып тастайды ғой. Типа мен айтамын ғой, енді біздің орта өнерлі болғандықтан кейбір адамдармен маған араласу ұнайды и керек. То есть, егер просто бір қыздармен тусовка и коллегалармен отырыс десе, мен коллегалармен отырыс таңдаймын. Потому что в перспективе ол маған керек нәрсе. Это жұмыс. Иә, ол жерде обсуждение болады, анау мынау нетворкинг қой. Сондай кездерде мені перед фактом қоятын ғой, андай. Ой, ты же знаешь, мен ол жерде ана кіммен араласпаймын, бармай-ақ қояқшы дейді. И мен тұрамын да. А ты причем ол ғой араласпайсың да. Қалай бер деп айтпайсың ба? Мен сорлы, солидарныймын ғой. Содан бармаймын, короче, ладно деп. Или айтам, қазір давай мен бір жарты сағатқа кіріп шығайын, ты посиди, мен сосын саған келем деп. Сондай жағдайлар болған. И потом мен психологқа барып, соны высказывалась, и некому высказаться. Мен ана Москвадағы достарыма не деп айтам, олар, естественно, маған айтады, Жазира, ты что дейді ғой. Еще олар бір рет көрген оны, сол кезде айтқан, вы серьезно, подруги, деп ше? Сол кезде мен еще намыстан қалғам. Типа, а что ты имеешь в виду, деп ше? На что ты намекаешь? Нет, вы просто такие разные, я в шоке. У нас классная дружба. Көремайсыңдар сендер бізді. И сосын жаңағы проработка жасадым, үйттікі, бүйттікі. Но вот когда я искренне отпустила, шынайы кешірген кезде, мені сразу театрға жұмыс қалды. И сол сәттен бастап мен байқай бастадым, мен біреуді кешіріп өмірімнен жіберемін ғой, прям полностью ше. Сол кезде бір күшті арманым орындалып кетеді ше. Андай даже бұрынғы бір ойлап жүрген сүйіктің бірдеңелерің болады ғой, солар тоже ренжіп жүрсең, андай келмейді жаңа бос емес жерге келмейді жаңа нәрсеші. Содан мен Москвада театрға алады ғой, прикиньте. И мен былай қуанып атырым, жылап атырым, и мне не с кем было это разделить. Мы были всегда же на связи с ней. Андай, прикинь, мен бүйттім деген кезде, дейтінбіз ғой. А тут и... Мен сен айтып отырсың, ана не радовалась твоим. Вот благо, да, қалай келеді. Жазира, сен айтып отырсың, ана не радовалась твоим успехом деп. Сен ана сказала. Бұл өзі бер жағынан радовалась, анау ар жағынан. Ол аяқта кетеді ғой. Жеті қапсың. Құтырып кетпей енді. Ну вот как-то, я не знаю, я не замечала вот ее нерадование. То есть она проявляла такое, но мне не важно было. Мне никогда вот она обратную связь күтпейтін. Типа, деп жүргенмін ғой, короче, анау алар отырма, сазар отырма, көрмегенмін ғой. Сен розовый очкең ішіне қарай сынды ғой, түсіндің ба сен? Иә. У меня была такая ситуация, схожая с бірінші ситуацияңызбен, но чуть-чуть лоу-версия, ладно? Спокойно, нормально, можно пережить. В общем, я дружила с подругой с 4-го, с 5-го класса примерно. Біргеміз всегда андай бір кішкентай бала махаббаттан ана үлкен интрижкаларға деген андай білетін, барлығын білетін, менің өмірімді білетін, менің мамам оны шайға шақыратын, оның мамасы мені шайға шақыратын, мы оставались друг у друга с ночевкой, сондай дружба болды. Вот. Но никогда такого случая не было, то, что мы делили там, типа, енді мысалы, ол жігітпен сөйлесе, или мен сөйлесем, бір-бірімізді таныстырып, деген сияқты ондай болған жоқ, потому что всегда вкусы были разные. Сондай болатын. Потом, вот в осознанном возрасте ол жігітпен жүріп бастайды. Басында ол маған ұнамайды, бірақ сосын жақсы бала екенін түсіндім. Все у них было хорошо. Потом маған айтып бастайды. Она у меня в родном городе, а я в Алмате, получается. Вот. Потом маған айтады, сен қашан келесің? Мында менің жігітімнің досы бар, сол сенімен танысқысы келіп жүр деп. Февраль уақытында. Басталды. Иә, сосын мен келіп кетем, бірақ ол кезде реті келмейді, я с ним не знакомлюсь. Я знакомлюсь со всеми его друзьями, но его нету. Сөйтіп мен кетіп қалам, сөйтіп жазға дейін күтеді, и сөйтіп мен келгеннен кейін біз танысамыз, содан кейін менен сұрайды, типа, қазір сөйлесіп жүрген адамың бар ма деп, мен жоқ деймін. Снова қуанады соған, мы начинаем с ним общаться, сөйтіп жақсы араласып бастаймыз, и ол уже осознанный человек. Саған ұнамай ма?
Ау? Саған ұнады ма? Унады. Нет, он болса, хороший. ага, дальше. Типа, в нем вообще плохого ничего нету. Потом я понимаю, что он очень осознанный, его слова в целом и действия маған ұнады. И ол да айтты, ты мне тоже симпатизируешь, деп біз ұзақ сөйлестік. Ұзақ дегенде енді Қанша адал? 4-5 месяц. 6 күн десек. 4-5 месяц. 6 күн, 6 түн. Айда. Ага. Сөйтіп сөйлесіп бастаймыз, она уже знает, что между нами происходит. Бәріміз бірге жаңағыдай 2 на 2, свидание, короче, сондай болып жүреміз. Сол кезде у них уже долгие отношения, но они много ругаются. Ескірген махаббат. Неге всегда достары жақсы болып шығады? Білмеймін. И, собственно, андай болады да, парень, с которым я общалась, он такой, андай, бір ортада накаленная атмосфера болып жатса, ол күліп андай, что там, что происходит, деген сияқты істейді да. И мы себя выбирали... Мынаның жігіті. Ана екеуі қырылып отқан кезде, Сглаживает углы. давай өзіміз ғой өзіміз. Нафиг екеуің спасательсіңдер, болып та айта Вот, бер. сондай бірдеңе болды да. Потом, бірақ сосын 1-2 рет солай болды, уже содан кейін ол айтты, мен шыдай алмаймын деді маған, мені бөлек алды да, сол кезде айтты, давай, если такие моменты будут, бөлек кетіп қалайық. Потому Дейді что, жігіт саған. я біздің андай нені алға тұр деп ше, Нормально, уақытты молодец, алға тұр. молодец, Сөйтіп ага. экологично кетіп қалайық деп айтты. Сөйтіп біз кетіп қалып жүрдік. Я помню... Жарсы бұрсыз көрмедіңдер ме? Может, ауыздарын жабасыңдар. Сосын. Сөйтіп, мы сидели в Маке, это было ночью. Сөйтіп, и они начинают опять ругаться, они уже начинают крыть матом друг друга. Потом эта подруга начинает материть парня, с которым я общаюсь. Она начинает его сильно материть, типа, вот сенің досың отыр ғой, ол да андай деген сияқты. Деп жатыр ғой. Я. Сондай айтады. Сосын мен тұрдым да, и мен анаған қараймын, я не знаю, что делать в таких ситуациях. Тем более мен подружкам ғой жаңағыдай ғой. Андай, блин, мен оған не айтам. Ты за нее, короче, Да, была, да? потому что, типа, человек сидит со мной, я его 4-5 месяцев знаю, а ее, деп, сөйтіп ойлайсың Қылмай ғой. қояқшы деп тұрсың ғой. Сөйтіп, мен всегда приоритетке оны қойып тұрмын да. Потом он такой, так, давайте танаған, они посаламкались, короче. Сөйтіп, сами решайте, біз кеттік деп жүріп қайтамыз. Если решать етіп жатсаңдар, бізге келіңдер, біз ана жақта паркта боламыз деді. Окей, біз кетіп қалдық. Сосын, потом они начинают с ним общаться, короче, содан кейін көп уақыт өтеді. И бір кезде, всегда, когда они ругались, мен оларды шешем. Извиняюсь. Немене шешем дейді? Спасатель ортасында. Шешеді. Жоқ, бірақ Алар қырылады, ортаға келеді. жігітпен тікелей сөйлеспейтін едім, оның жігітімен. Я говорю, блин, мен сенімен сөйлесе аламын, сөйлеспей ақ қойыңшы, өздерің шешіп алыңдаршы, бірақ мен саған, типа, пару советов могу сказать. Жоқ, не айтады сонда, ана жылап жатыр сен подружкаң ше. Мне это он интересно, вот не так, айтады сонда. он вот так сделал, как ты думаешь, осылай дұрыс па, а мен оны бардым да бүйттім деп. И сен, иногда она я ждала. дұрыс, жоқ, дұрыс емес деп отырасың ол ба жағын сонда? мойындаймын, я енді подружкам ғой. Да, пошел он в жопу, конечно. Конечно, ертесіне екеуі соғысып отырады қайттан. Қайттан соғысып отырады ғой Шаршайсың ертесіне. ғой, содан шаршайсың. И кім жексірін, сен жексірін. Сен жексің. И вот сейчас скажу. Короче, сосын, бір рет болады, они сильно ругаются. Сильно ругаются то, что из-за того, что енді қыздарда андай болады да, типа, ұрсып қалған кезде ол барады да, типа, там, запасные варианты деген сияқты ше. Не осуждаю, запасные варианты деген болады ғой. Қандай? Типа, сөйлесіп келеді, или там, давай маған келші, у меня там, типа, настроения нету деген сияқты. Ана, Такое. Қысқа жігіт па? Иә, френдзонада жүргендер бар ғой. Френдзонаның әкімдері ма? Иә. Сендер сондай, базар жоқ. План не деген план, аха? Я этого скрывала от него, потому что также менің отношением емес, я не имею права туда заходить, өздерін шешіп алыңдар деген сияқты қылып. Сөйтіп, короче, он об этом узнает. Көріп қала ма, сондай бірдеңе болады да, сразу маған звондайды. Сосын мен ступорда тұрмын, как раз қасында отыр еще. Сосын мен айтамын, осындай болады, сосын тұрды араласпа деді маған. Сразу араласпай қой деді. Сосын мен тұрдым да, давайте сами решите дедім. Но она тебя любит, это факт. Вам нужно решить, типа, сендер көп ұрсып кеттіңдер соңғы кезде деп айттым. Потом маған звондайды. Күрсінбей қоя тұр, аха. Ол маған звондайды да, сосын айтады ғой, жаңа қыз звондайды, менің подружкам звондайды, айтады, сен неге айтасың оны, бірдеңе. Я Дура екен ғой, мынау. Что происходит? Қумаш деймін сен, может, өзің бірдеңе қылып, типа, білдіртіп қойдың, ол маған звондады ғой сразу. Ана, наверное, на понт алып айтқан ғой. Ты меня сдала, деп па? Жоқ, ана сен жігіт- подругаң айтты ғой, сондай Иә. деп айтты ғой дейді ғой. Этого я не знаю. Опыт бар ғой. Түсіндің ба? Твоя Возможно. подруга Сен подружкаң жігіт сол сөйтіп айтқан. Екеуің ортаңа отсап отыр. Аха, айта бер.
ол правданы добиваться ету үшін ол естественно ол қыз мойындамайды ғой. Нет, это бірдеңе деп жатқан кезде мен ана кімнен сұрадым ғой, міне звонок көрдің бе, 3 минут сөйлескенбіз, сол подтвердила дейді, бітті. Такое тоже возможно. Андай, бұл шарықтау шек емес, қазір еще трэш бар. Сөйтіп, тұрады да. Ол менің қазіргі күйеуім десе. Уже бар ғой. Отношения. Хорошо, окей. Сөйтіп, звондап жатқан кезде, я говорю, что ты на меня агрессируешь, деп едім. И спокойно сөйлесіп тұрған дейді. Потому что это ты виновата, дейді, оман, короче. Ты все испортила, ты постоянно так делаешь. Бірдеңе, деп, извиняюсь, заматты. Сөйтіп, короче, меня Матом кроет, короче, сөйтіп. Сосын мен сразу трубканы бросаю и перестаю с ней общаться. Я ее блокирую везде и забыла заблокировать в ТикТоке. Маған ТикТоктан бет жазып жүреді ғой. Сен көргенсізсің деп жазып жүреді, короче. Немене деп? Сен көргенсізсің деп. Өте әдеби сөйлейді екен. Қазақ әдебиет, я. Сол. Мен андай қазақ әдебиетін андай күшті жақсы көремін да. И мен білемін да ана сөздің қандай ауыр екенін, көргенсіз дегенің ше. Оған тик кетті. Тексіз деп жазып жүрмін болған. Тексіз деп артынан жүрек. Вот до сих пор, знаете, это меня так сильно задело. У меня до сих пор есть скриншоты, мен сөйтіп жүрген ғой. Ты дура, что ли? Отвали от меня, деп заблокировала, короче. Сөйтіп, уақыт өтеді, мен ана жігітпен, бір-ақ апта өтеді, мен ана жігітпен әлі сөйлесіп жүрмін. И маған бүйтіп қарайды, что-то он хочет сказать, не может мне сказать. А оның алдында, ладно, қазір айтамын. Сөйтіп маған айтады ғой. Мен саған бір нәрсе айтуым керек дейді, сосын, хорошо, айт деймін. Біресе айтады, вот она, короче, маған бүйтіп айтты, дейді. Оказывается, она ему сказала, когда мы еще общались, когда мы еще дружили, я жалею, что познакомила тебя с ней, деп. Потому что она тебя недостойна, сендер бір-біріңе келмейсіңдер. Сендер бұл еще трэш емес. Сендер бір-біріңе келмейсіңдер. Я же лучше. Нет, вот в плане, мен білмеймін да, неге олай болғанын. Наверное, зависть, потому что она, жігітке, она не питала таких чувств. Она любила своего парня, по идее. Но твой парень был гриндау. Гриндау емес, прям гринфлаг болды ше. Мы с ним сейчас... Нет, не общаюсь, вообще не общаюсь. Бере салдың ба соған таныспай? Я. Жоқ, бере салдым дегенде олай емес. Бере салыптан қысқа. Бас. Оба ғой просто ана. Ол жігіттің көзі тірмағайды. Тірі ол. Короче, серьезная әңгіме болғаны, он мне говорил уже о серьезности и о замужестве. То есть, уже сондай үйлену дегенді айтып жүр. Неше айда? 4-5 айда. Өтірік сол ғой. Сосын мен айттым, сен асығып жатсың, во-первых. Во-вторых, мен аяқтамын, сен мына аяқтасың. Типа, это невозможно построить в голове. Но она знала, что есть такие разговоры серьезные. Потом сөйтіп айтқан ғой, сендердің тұрмыстарың келмейді, отбасыларың келмейді. Вы друг друга недостойны деген, короче, общем. Но она в плане ему говорила, что я его недостойна. Прямой сөйтіп айтқан ғой. Она тебя недостойна, я жалею, что я познакомилась с ней. Оның алдында, когда я впервые рассказала то, что он мне так говорил, типа, вот мен өзімнің там осознанный жеріме жеттім, сен маған ұнап тұрсың, наверное, вот осознанная любовь, может, жалғастырамыз деген, я сказала, блин, я юная, мен әлі дайын емеспін дегенде, ол маған айтады, ты знаешь, оның жағдайын, сразу сөйтіп бастады. Сен, например, типа, сенің отбасың толық, сен андай нені көрмегенсің жаңағы, ты росла в счастье, в любви, а у него там вот такое, он живет в маленьком доме, сен оған ертең сен өмір сүре алмайсың ояқта. Мен ладно, мен анаған күйеуге шығамын, потому что я хочу семьи, я хочу любви дейді. А сен, тебе не надо, сен анаяқта, сен анаяқта, все на себя взяла. Сөйтіп айтты ғой. Бүкіл қиындықты өз мойнына, желкесіне, Дословно айтайыншы. Сен алматыдасың, сен ішкен жегенің артында деме сөйтіп айтады ғой. Әдеби сөйлейтін ғой жаңағы. Сөйтіп айтады да, типа, тебе не надо этого, дейді. Не надо, ты себя угробишь, деп. Мен шынымды айтайын, сол кезде оны қатты забота деп көрдім одан.
я думала, жан құрбым менің дедің ба ана за жерде. меня говоришь, деп ше, тут ты, наверное, не знаю, переживаешь, деп. Сосын уже ойланып бастадым, да? И соны естіген кезде, когда вот от него я это услышала, тұрдым да, короче, мен жылаймын ғой, ну, потому что обидно. Соның көзінше жылаймын, и я не могла отпустить эту ситуацию, я с ней перестала общаться, я ее везде заблокировала. Сол кезде оның жігіті жазып жүрді маған. Ну, в плане не в таком, а типа, она, типа, ей грустно, сөйлесші олмен, я говорю, мен сөйлеспеймін, жоқ, рахмет, сөйлеспеймін, керек емес деп. Сосын сөйлеспей қалам, и анаумен да сөйлеспей қалам, потому что они лучшие друзья, эти парни. А я не хочу связываться с этим. Мен айттым, сен жақсы баласың. Наверное, встретишь еще кого-то лучше, давай осы жерден қоя салайық дедім. Сосын ол да хорошо деді. Сөйтіп полгода проходит. Любимый полгода болды ғой. Полгода проходит, мен оған шыдамай жазам өзім. Жігітке? Қызға? Қызға. Потому что кішкентай кезімнен мен шыдамай жазам, айтам, не болды, қазір қалайсың деген Сен де сөйттің ба? Но кешірім сұраған жоқпын өйтіп. Сосын бір кезде маған тұрады да, жақсы болды ғой жазғаның, мен ғана жалғыз сұқит болып қалам ба деп едім деді. Ол не сөз ол? ма енді? Әдеби сөз оны. Ол не сөз? Оны жазушылар ұмытып кеткен. Сұмырай. Оны ана бар, қазақтар ұмытып кеткен сөз. Ана қыз біледі екен. Мен қай жақтың қызы же? Мәселенки? Мәселенки. Ана ше, Мұхтар Әуезовтен сабақ алған қыз сияқты екен ше. Ол молдасынан хаттан. Реально. Енді ол не сөз ол? Сұмырай деген сөз ғой. Я сұмырай болып қалдым деген сияқты. Сосын айтады, я тоже твои косяки знаю, сенің оған мен туралы айтқан заттарыңды білем, бірдеңе дейді да маған. Ой, сорлы, Сосын- жарты жыл сосын бойы тұрады ана да. уын капит еткен ғой. одан ары. Представляете, она мне, я ей пишу же текстовым сообщением, голосовое сообщение, сөйтіп келіп жатыр, да? Сосын бүйдейді ғой, знаешь, я хотела у тебя попросить прощения, я даже хотела с тобой связаться через него, но я этого не сделала. Почему? Потому что я все узнала. Че узнала деп айтпады. И вот сөйтіп сөйлеспей қалдық. Қандай өзіңізге сенімсіз? Қаншадасыңдар? 21. Бала ғой, Жазира. Қай жылға әңгіме? Ойлашы сен 21-де мен Недавно. қырыққа келгенше көрмеген нәрсені көріп тастаған ғой. Ойлашы. Жоқ, Негізі дружбадағы ең кринж нәрселер сол как раз юный кезде болады ғой. Ана әркім өзі нереализованный кезде қуады ғой вообще қыздар ше. Бір жағынан Содан гормон- араласпайсыңдар, короче. я сосын соңында маған бүйтіп айтады, не ведитесь на это десең. Вот она мне говорит, жағдайын айтпай ақ қояйын, просто у нее тяжелое детство было, сол айтады, меня все обижали, дейді, мені ренжіткен адам оңбайды дейді маған. Ой, обожаю, да. Сөйтіп айтты. Ақ дегенім алғыс, қара дегенім қарғыс деген. Я шестерка, я любимец. Когда я говорю, сол адам өліп кетеді. Сөйткен жоқ па? Жазира. Қалқан тауып аласың андай әңгімелерді. Актриса ғой, база жинайды ғой, бәрін наблюдает. Сөйтіп, я везде ее заблокировала. Сен мен енді уайымдап жүрсің ба? Ау, Уайымдап жүрсің ба Сағынып енді? жүрсің ба? уже жоқ. Но было только Жа ол енді оның момент. ренжітті мен маған бірдеңе болады деп уайымдап жүрсің ба? Уайымдадым, шын айтам, уайымдадым. Болды, болмайды. Өзің бір су берейін, су деп ауздан. Күлкі жүрейміз. Сөйтіп жүрсейші. Сол сондай ситуация болды. Мен негізі бұны ше андай, как будто андай қатты жамалған заттарды ұмытып қаласың ғой. Бүгін ше ойлаймын ғой. Менде ондай ситуация жоқ, үндемеймін деген сияқты. Мана бірінші ситуациядан кейін в голову Есіңе как түсіп пришло. отыр ма? Айтамын деп ше андай. Рахмет, осындай. Рахмет! Мощно! Не ғой, жолдастар, ютубта жазыламыз, подписки, комментарий, обязательно свои трэш-истории напишите. Астынан талдамадық ба? Осы трэш-история, подругалар туралы трэш-историядан астынан комментарийдан оқып. Напишите в комментариях свою трэш-историю, если сможете, переплюньте десең, да? Жазирада. Давай. Ехала. Менде тағы бір 2-3 подход бар. Сонымен қайтамын десек. Уақыт жетпейді, Жазира. Андай ғой, мен өзім интроверт адаммын да, көп өтінумен дұрыс араласа алмаймын. Андай өзім таныстарым, класстарым, группаластарым болмаса ше, жұмыстағы адамдар болмаса, и андай мен жанымдағы адамдар всегда андай өмірлеріне жаловаться етіп жүреді да, мынандай болды, аяғым ауырып жатыр, қолым ауырып жатыр, анау жоқ, мынау жоқ, жігітіммен отношение мынандай болды деп ше. Мен оны тыңдағым келмейді, маған қызық емес та, өйткені мен өзім де айтқым келмейді оларға.
мен білмеймін адамдарға ашылғым да келмейтін шығар мүмкін. Олар маған айта береді да, ол маған қызық емес, бірақ енді бірден енді сабаққа барғаннан кейін сөйлесуім керексің ғой по-любому. И поэтому кішкене сөйлесіп араласып жүрмін да. Бірақ Но тебе это не интересно? не интересно, мен сөйлескім келмейді. Өз ортаңды тапсайшы құрсын. Жоқ, Өзің сияқты интроверттер үндемей отырасыңдар бәрін. андай. Жиналып просто үндемей отырасыңдар. Кайф. негізі не сияқты андай жалпы сөйлеп қалған адам өзі сондай үндемей қалған адам тауып алады ше, нервный жақсы тыңдаушы деп ше. И сен үндемей отырғаның это подтверждение, ага, дальше айта бер деген сияқты ғой. Вообще любой психологиялық тұрғыда адам ары Бірақ сен қарай айта бересің, мына әңгімені айтпа деп айтпайсың. Жоқ, тыңдай беремін енді. Ренжіп қалады ғой. Жаңа губка сияқты сорып отыра Сен сонда Я. ренжіп қалады дейсің, а вот сен готова пожертвовать своим комфортом, своей информационной системой ради того, чтобы Ренжіп қалмау үшін. иә ренжімес үшін ба? Анау саған бүкіл Я шуағын енді әкеп сосын құяды ғой ренжітіп, үстіне. сосын жаңағындай менімен араласпай кетеді ғой деймін, одан кейін ұнамай кетемін мүмкін. Сосын енді Сен ладно ұнау деп керексің ба біреуге? Көрдің Ұнамай ақ қойшы. Өзіңе ұнашы. Өзіңді зато сыйлап жүресің. бе? Реально андай. Зачем терпеть такое? Жаңа айтып жатсыздар ғой 21 жасқа дейін болады деп. Негізі сондай кезде бір опыт жинап алған дұрыс сияқты да. Менің историямда 21 жасымда сол группалас подругам болатын. Оның аяғы ауыр болатын. Сөйтіп жаным ашығаннан. Кімнен? Өзінің күйеуінен. Менен Күйеуі бар, ата-енесі бар, сондай қыз ғой. Сабақ бірге оқимыз, группалас. Бәсе байға тиген ба? Тиген. Заңды ғой енді аяғың ауырлау. Иә, айта бер. Сөйтіп аяғы ауыр болғаннан кейін бір спасатель болып оған көмектесетінмін. Презентация бәрін жасап беремін. Универдегі күйеуісің ба? Иә. Андай. Дома Реально, иә. Шынымен. Ата-енесімен тұрады ғой, сабақ оқуға уақыты жоқ қой деп, барлық презентация, тест бәрін жасап беретінмін. Как она хорошо устроила. Баланы жасаған Экзамен сен болған емес. кезде де, мысалы, тест береді, оның орнына отырып жазып берем, ауыстырып берем, қорықпаймын, өзім шығарып жібереді, аннулировать етеді, сөйтіп көмектесіп жүрем. И соңғы курсқа келгенде уже сезе бастаймын да оның прям маған отырып алғанын, сөйтіп басқа универге ауысып кетем. Артыңнан кетті емес только, пожалуйста. Жоқ, артынан. Сен ауысып кеттің бе? Содан қашып сен ауысып кеттің бе? Сондай болды. Біздің университетті жауып тастады, біз бөліндік. Сонда ол ол таңдаған универді таңдамай. Терпила коронасын береміз бе деп. Жоқ. На, это твое. Ага, айта бер. Сөйтіп, ол жақсы университет таңдап тұрды да, мен де сол жаққа барғым келді, бірақ сол қыз барып тұрғандықтан одан төменірек универге ауыстым. Жоқ, бәрі корона сенікі. Сөйтіп жүреміз, онша араласпай кетеміз. Сөйтіп бір жігітпен мен сөйлесіп жүрем, бірақ жүрмейміз. Сөйтіп ол мені алып қашып кетеді. Сөйтіп мен енді 21 жаста ойлайсың ғой, ладно, жалынады, не қылады, қаламын да енді. Симпатия да болды бір-бірімізге деген. Сөйтіп қалам, бірақ ол жігітпен менің сол подругам араласатын, общий знакомый, солар таныстырған ғой мені. Сол алып қаш деп айтты демеш только. Сол қызбен сөйлесетін. Сол қызбен сөйлесетін. Сөйтіп, енді ол загрузка етті ғой. одан қашып, оған көмектеспеу үшін кетіп қалғанымды, ауысып кеткенім, содан бір несі қалып кетті ма білмеймін. Сонымен бір апта нормально тұрамыз, бұрынғы күйеуіммен. Сөйтіп, бұрынғы подругам екеуі видеозвонокпен сөйлесіп жүреді. Иә. Екі қабат подружкаң ба? Иә. Өзінің күйеуі бар, бірақ параллельно менің күйеуіммен видеозвонокпен сөйлеседі. Мен оны түсінбеймін. Сөйтіп, басқа да нелер болады, қалың малдың темасы кетеді. Сөйтіп, мен енді кімге айтам, ол замужний, сол ғана подругамда, сонымен типа сырласам, айтам, осындай болып жатыр, қалың мал бермейміз деп жатыр, қалай үйтіп алып қашып кетіп тұр. Стоп. Сонда сен одан қашып жүріп, бірақ сонда да сонымен сырласып жүрсің ба? Иә. Логика қайда? Қарасаңызшы, былай болады. Ол маған сөйтіп алып қашқан кезде, былай енді общение ұстаймыз ғой, общий знакомый, подругалар бәріміз. И ол қыз айтады маған,
мені де алып қашқан, мен сені түсінем, бар сырыңды маған айтсам болады, бойдақ қыздар не біледі дейсің дейді. Сонымен мен оған бүкіл сырымды айтып жүрем. Ол жүреді да, енді арасында боқтап сөйлесеміз ғой подругалармен. Сол скриндарын бәрін түсіріп, менің күйеуіме жіберіп отырады. И мен оны білмегем. Қалып кетті Жазира, официально. Корона сенікі айта бер. Рахмет. Сөйтіп, мен оны білмегем ғой, олардың үйтіп сөйлесетінін, менің бүкіл әңгімем жеткізіп жүрген білмеймін. Еще видеозвонокпен десе? Иә, ол бір-екі рет көрдім да, сосын ладно деп қойдым. Сөйлеспей кетті Ладно ғой. дейді еще. Жоқ, қарасаңызшы. Біз өзіміз бір апта тұрдық, и одан ұрсып бастадық да, сол бір аптадан кейін. Мен түсінбеймін не болып жатқанын, күйеуіммен сөйлеспеймін, мен подругаммен сөйлесем. Сөйтіп, подругам бүкіл айтқандарында, оказывается, соған жеткізіліп отқан, сол әңгімелерді ол перепискадан оқып, маған агрессиясын пассивный агрессияға пішіп. До того ақымақсыңдар. Бопты айтамыз. И мен түсінбеймін да, не болып жатыр, бір ай жүрем, түсінбеймін, біз ұрысып жүрміз. Сонымен, менің еще аяғым ауыр болып қалған сол моментте. Сендер слишком тез қимылдайды екенсіңдер. Сразу алғашқы танысу бар. Тез, давай, тез. Универден шыға салу үшін вообще идеально. Енді беріп тұрған бала болып тұр ғой ол. Жоқ, базар жоқ, беріп тұр. Иә, енді Алланың берген несі ғой оны, тез мез демей. Сөйтіп, мен УЗИға барам, менде угроза болады, дәрі алу керек болады, мен одан ақша сұраймын, ол бермейді маған. Енді угроза болып жатыр, осылай жылап жүрім, мен вообще түсінбеймін да, не үшін бұған қалдым деген сияқты стрессте жылап жүрім да. И бір күні бәрі ашылады ғой. Сол моментте маған ақша бермеген моментінде менің сол подругама жаңағы күйеуім жіберіп отқан ғой. Қызыңа шоколадка алып бер, саған осындай деп оған жіберіп отқан. Шелек бар ма Нұрғали? Құсатын. Андай. Бағана гүл салуға шелек әбедіңдер ғой Нұрғали. Соның бәрін енді ашылғаннан кейін ешқандай да не қылмай, сол үйден кетіп қалам. Болды. Кетпегенде нең қалды? Иә, жоқ, до этого мен түсінбеген ғой, не болып жатыр. Неге біздің ара қатынасымыз болмай жатыр деген сияқты. Мынау қашанғы әңгіме? 3 жыл бұрын ғой. 3 жыл бұрын ғой. 3 жыл бұрын? Иә. Ана екеуі случайно қосылған жоқ па? Білмеймін. Олар екеуі де менде блокта. Қарамаймын да, іздемеймін да. Ты ушла беременная? Да. Сөйтіп кетем, одан кейін ол да хабарласқан жоқ күйеуімде. Сосын босандым, иә. Мына жерде орамалдағы қыздар деп атыр. Иә. Мына жерде бар. Қойш деп отыр ғой. Атасына лет деп атыр. Қазір ты өзің өсіріп атсың ба баланы? Иә, ата-анам көмектеседі, өзім өсіріп жатырмын. Енді жас кезде наивная болғанбыз ғой. Ой, ақыры кететін бай ғой деп қала салғанмын ғой. И жас қыздарға айтарым сол да, жігіттерді жөндеп таңдаңдар, шығатын жігітті. Ол кезде мен, иә, Сен таңдаған жоқсың ғой, тебя же украли. менің таңдауым ғой енді. Мен қалып тұрмын ғой өзім. Қалмай кетіп қалсам да болатын еді да ол жерде. Қалмай кетіп қалсам да болатын еді. Иә. Бұл жерде мен ешкімді кінәламаймын. Сезініп тұр ғой, Бұл жерде өзімнің немді де мойындай білу керекпін ғой, қателіктерімді де. Смотри, сені алқаш кеткен кезде, это с подачи твоей подруги это было? Да. Другой. Ненавижу эту историю. Это 100%. Мен өмірімде сондай ситуация болған. Я так плакала. Мен подругама, бұрынғы подругасы, подругасы солай шығарып берген. Қолға салған ба сонда? Просто андай алдап типа шақырып, алып қашып кетуге условие жасаған. Ондай история былай ғой. Кәдімгідей подругалар. Мен вообще мен жетекілеп жылағанмын сол кезде. Настолько это... Иә, сөйтіп айтады. Мен сен үшін... Куда лезешь қой? Вообще не... Сучки қыздар сөйтпеңдерші. Әлі де бар, сондай істейтіндер бар ғой. Әлі де бар. Қалай өмір Андай сүреді өздерін андай қылып сезінеді ғой. Это комплекс богини, да? Комплекс бога. Мен ақылдымын, мен қазір біреудің бағына себепкер болам деп ойлайды. Я же лучше. Скажи же. Жаңағы жымынаның бүйткенін шегі, мен бұл кәдімгідей таратып. Я же лучше деп чаттарда тарататын. Ана қызға бер ана номер. Қазір айта салайын. Осындай енді жаңағындай ред флаг екенін біліп жатсаңыздар, сразу кетіп қалу керек та. Мен универ кезде білгеннен қасынан кетпегенмін ғой.
үш адам отырамыз, біреусі кетіп қалса соны жамандап отыратын да. Сондай нелерді уже сигналдарды қыздарда біліп, сондай сол бар. адамнан өзіңді алшақ ұстау керек. Будущем саған несі тимес үшін кесірі. Рахмет. Бұл история жалпы туылғаннан бастап басталған. Менің өзімнің тұрған ауылымда біздің көшеде 2 қыз тұрдық. Мен бармын, менен бір жасқа кіші қыз бар. Басқа бәрі ұл балдар. Ал мен еркін өскем, әке-шешем жас, ауыл кісінің қыздың жасы әке-шешесі үлкен кісілер, үйінің кішкентай қызы бәрі байға шығып кеткен, ана қыз үйінің құлы бүкіл тірлікті істейді. Ал мен еркінімін, істесем істеп, ал кетіп қалып таңда тұрам, тамам жеп, қаңып кетем, кешке дейін қаңып үйге келем, сосын ойнап келем, Ауылда қай жерге барып қаңғысың? суға түсем, балаларыма ойнап келем, фишка атамын, үйге келем әйтеуір. ойнайды ғой. Канал жаққа барып келеді. Иә, сондай болды. Еркін өскем, ештеңеде қиналған жоқпын. Әкешем жылда новый киім алып береді, жылына 2 рет қыста, көктемде, жазда всегда киінем, всегда қыдырам, ақша бар. Ты выпендриваться бір шығар. Ана қыз шамалы семья положениеға лайк төмендеу болды. Енді ол қыз бір киіммен сол 11 жылмен бітіріп шықты. Енді мен ол кезде жаның ашып қарайсың, ештеңе істей алмайсың. Қолымнан келгенше киімдерді беріп тұрасың. Енді әкешем бірде ақша бар, бірде жоқ, жақсы өсіп тұрдық. 11 класста бітіремін, мен оқуға северге түсем, оқуға кетсем, карантин начинается, возвращаюсь домой. Сол аралықта ана қыз оқуға түседі, сол қалаға. Ал по факту ол қызға мен көмектестім. Алматыға түсуға, зачем саған север, Алматыда сестраң бар, бірге тұр, давай. Көмектесіп тұрады, қиналмайсың, мен қиналып жүрмін деп айтамын, ол суықтан жата деп қойып. Ал қыз специально барат дағына, мен жазып берген 4 қалың Алматы жазып универдің бәрін апарып, сол қалың жазып қойып, мен түсіп оқып жатқан оқыған жазып қояды. И ана специально менің универім, мен оқуға түсіп болады. Мен 2-ші курспын уже, ол қыз 1-ші курс. Мен ауылда карантинде онлайн оқудамын, ол қыз уже, ол кіші дедің иә? бір жасқа кіші, арамыз 1 жыл уақыт бар. Карантинде ауылда онлайн оқисың дальше? Мен еще 11-да оқып жүрген кезде бүкіл пәннің бәрін, айта береді. пәннің бәрін платно оқыдым мен. Бәрін платно, әкешем бүкілін аузынан жырып тұрып бәрін оқытты, ал қыздар шама оқытын жаман болған жоқ. Зависть болған екен, кейіннен біліп жатырмын да мен. Оқимын, мен ауылда айтып қойда, мақұл. ол сол жақта жүреді. Карантинде сабақ біткеннен кейін мен уже кетіп қалғым келді, ауылда тұрғым келмейді, менің амбициям жоғары, мен жұмыс жасауым керекпін, өсуім керек, өнуім керек, мына ауыл маған әше тең емес деп өзім солай өскем, кішкентай кезімде девижмен өскем. И кеткім келеді, и повод начинаю искать, мені шақырып жатыр практикаға, мен кетсем деймін сол жаққа қарай. Ана қызды көндіріп қоймын, 2 подругам көндіріп қоймын, давайте будем вместе снимать квартиру, будем работать, давайте деймін ғой. Зачем ауылда не істейміз деп, әке-шешеме өтірік айтып, бір стипендия алып мен қашып кетіп қаламын. Просто практикаға баратырмын деп. Барамыз, приезжаем, устраиваемся на работу, мне было 2 работа. Бірінші жұмысым кафеде жұмыс жасаймыз, как официантпыз, бәрін істеп, разнорабочий ісіне жүрміз, бірақ ақша күнделікті алып тұрасың. Жүріп тұрғанға дейін ақшаң жоқ, жасың 18-де. И устраиваясь на работу, чуть-чуть такое азартное местоға. Вначале я не знала. Чуть-чуть азартный деген не енді? Енді, сондай бір жерге енді. Бопты. Устраиваясь, на кассаға устраиваясь, жаңа қосқан ауылдағы. Сол қыз бірге тұрып жатырмыз. Квартирада бірге тұрып жатырмыз. Подожди, тағы 2 қыз бар дедің, иә? 2 қыз бар, менің группалас қызым бар. Жоқ, ауылдағы подружкаң бар, сен барсың, тағы 2 қыз бар ма? Иә, 2 қыз, ол қыз мен басқа бөлек қыздан, группалас қыздарым өзім. Бірақ 4 қыз квартирада 4 тұрасыңдар. қыз тұрып жатырмыз. Жаңағы сәл-сәл ойнайтын жерде жұмыс істеп жатсыңдар бәрің. Жоқ, мен, пока мен. Ана үшеуі ар жақта қаңғып жүр. Бопты, дальше. Сөйтіп тұрамын, бастап кезде білген жоқ, кейіннен білдім. Просто менде оқуым бар, басқам бар, маған түнгі жұмыс керек болды, зарплата жақсы болды, мен устраивалась. Работаем, и попадает момент августтың уақыты, сентябрьде сабақ. Ол қыз 2 оқуға түсіп болған, жаңа универ, потом военныйға түсіп болған. Ол күн сабақ, воскресенье, суббота күні болады. Соған формасын алу керек, НВП-ның формасы, ақшасы жоқ қалтасында. Қосамай айтып, мен историяны айта бер аға. Босшы, жете алмай айтып. Кульминация жаққа жақындашы. Біз жазда келеміз, маусым айында келеміз, бірге тұрып жұмыс жасап жатырмыз. Әркім әр жақта, мен жаңа жерде и кафеде арасында демалыс күндері шығып тұрамыз. Подработкаға күнделікті ақша алып кеткенге. Попадает момент август. Мен августте өзім ақшамды жинап алып, ауылға қарай кетемін. Ауылға кетердің алдын 2 апта алдын ол қызды жұмысқа тұрсам қасыма. Почему? Потому что ол қыз жылады. Менің жұмысым жоқ, менің ақшам жоқ. Сен ауылға кетесің, оны жұмысқа қалдырасың. Бұл түсіндім. Қысқартып, бәрін үйретіп кетсем, айтып қоймын жұмыста, мына қызға тиіспеңдер, мына қыз менің сіңілім, вообще. Ауылға кеттің, дальше. Кетсем, келем, ана қыз быт кассаны минусқа тығып отыр.
100 мың теңге ақша, ол ақша менде бар, бір ғана звонок маған ақша берші деген айтпайды, барады 350 мың теңге айфонды кредитке ұрады ғой. Оны барып сумға продает, и мен келем, ал ойшы ол ақша жаңа казино местада бір жігітпен таныстық арқылы болған минус ол. А нам это запрещено. Общаться, личные отношения запрещено. Айтып кеткен, осы такая скромная, ялшақ қыз болатын. Көкшетау айта бер. Ялшақ қыз болатын, не боянбайды, не киінбейді, особо ше. Мен оған бүкіл косметиканы берем, бүкіл киім, қыз болып киген, давай өзіңе қара. Короче, ол ақша ұрлады, сен жұмыстан ұрлаған жоқ, қаса минусқа тыққан ғой енді. Бопты, дальше, сонымен. Келемін, и я начинаю ругаться, точнее, сұраймын, не болды, айтып бер маған, что за дела, давайте помогу десем, она начинает орать, истерить, почему ей рассказали, айтпаңда ол қызға деп. Бопты, дальше, сосын. И она жігітпен отношения настроила в тот момент. А ол жігіт, причем өзінен қанша 20 жасқа үлкен, ажырасқан, там, наркоман и так далее, в общем, все. Короче, она влезла в проблему. Дальше сен не істедің. Мен не істеймін, я начинаю выходить этого роль спасателя. Начинаю спасать. Ты оттуда и не выходила? Она не выходила, әлі айтып отыр ғой. Аха, айта бер. Айта бер. Давай, он таста, он не қыласың, давай я тебе помогу. Жаман ғой, далбойып қой ол жүрген деп. Маған срочно 150 мың теңге бер десе, бере сала ба сонда? Берейін деп тұр ма? Берейін деп тұрмын, білмеймін. Тоба, біртүрлі, я. Чем 350 мың кредит алғаннан проще меня взять? Я не удивлена, что у вас такие друзья. Сен ана маңдайыңда ана косметика сәл сүртсең лох деген жазу дейді. Жаман болып болған ғой, это еще начало. Жаман болып болған ғой. Сөйтіп келемін, сол нәрсе болады, айт десем айтпайды. Начинаем ругаться и так далее, потом проходит момент, уже ноябрь наступает. Мен жұмыстамын, ночной смендамын, жұмыс сабақтан кейін барамын, таңғы сағат 7-8-де я сдаю смен и ухожу на учебу. Таңғы сағат 7-де кассаны санап жатсам, маған үйде қыз жазады. Нақыз сенің қасыңда ма, жұмыста ма, что-то ана үйге қонған жоқ дейді. Сөйтіп іздеймін, анаған звондаймын, телефонда алмайды. Потом я узнаю, оказывается, августтен бастап ноябрьге дейін 3 айдың уақытында они уже спят. Когда меня нету дома, когда я в ночной смене, они спят. Қыздың такая яркая сексуальная жизнь. Ага, айта бер. Қыздың жасы 18-де. Сен ақшаңда тұрап жүреді, айфон алады, нормально. Жігіт ажырасқан наркоман, игроман. Ана қыз 18-де. Ананың не түрі жоқ, не бойы жоқ. Жалко же. Не өзің ғана жүресің ма сол жігітпен, маған да бермей. Аха, айта бер. Ойбай, мен оны иттің етінен жек көремін. Көріп алып күнде боқтап ұрамын мен еще оны. Ұстап алып ол жігітті. Сен басқа жұмысың жоқ па сонда? Қара. Өз бәлембай жұмыс. Өзі сабақ істейді. Сабақ оқиды. Екі жерде жұмыс істейді. Еще ана подушкасын артынан жүреді. Жоқ енді, былай енді бірге өскен сестренка, менің сіңілім, мен оған қорғаншы болуым, қамқор болуым, офиста қатар боласың. 18 толған ба? 18 толған ба? Жас 18-де сол кезде, иә. Секстің не екенін білетін қыз болып тұр ғой. Секстің не екенін білетін. Мен соны білмегенмін ғой. Мен үшін ол нәрсе треш, мен өзім сүйісіп көрмегенмін, аға деп жүрген кезім. Мықтан білейін өзім, бар қойым жұмыс істеп, ақша тауып. Не болсын, я лучше. Тоқетерін айт, соң өткерсін айт маған, не болсын? Ай, көп қой әлі. Жоқ, Көп емес, тоқетерін айт. Тоқетері, когда мы ругать, она начинает жаңағыдай қамырын кесіп бастайды. Сцену. Потом же она не ночует дома. Мен терпела, ходила, айтам ғой, жаңағыдай жынданып кетем, потому что мы четвером собирались сделать фотосессию на Новый год. Өзіміз ит поп жұмыс істеп, соңғы қысқарт, подожди, соңында. Фотосессияға баруымыз керек, бір сағат уақыт келеді. Біз қаншама киім алып үйге дайындалып отырсақ, ана қыз келеді домой. Ұйықтамаған, шашың бәрі майыма келіп, қалып келіп ұйықтап қалады ғой. Мен оны еркелетемін. Қазір араласасыңдар ма? Айтам, қазір по чуть-чуть. Қазір айтшы. Қазір. Көп қой әлі неге, мен әлі треші көп бұның. Жоқ, Уақытша айта берсек өлеміз ғой мына жерде. Суть қой, суть, типа, неге келіп тоқтадың? Суть, получается, мен оған покупала iPhone, она раздавала свои деньги, она забирает наличные все деньги, карта, наличка, в общем, қаншама ақшаның бәрін берді. Бірақ сен араласқан маған миллион болып кетті. Сенде үміт бар ма, одан бірдеңе? Иә, бар ғой. Өзімше айырып алам, адам қылам деген ойым ғой сондағы. Жаным. До конца жандай боламын. Ау? Жігітің бар ма? Менің бар жоқ сол. Сен жігіт тауып құрсай, сен не қыласың ол подруганы? Оның бос сен. Бұл жігіттен бұрын бала тауып ғой ананы. Соны өсірумен айналысып жатыр ғой бұл. Сен берсей, ана кісілердің қарымын берсейші, әке шешесінің рөлін ойнасын да, ана екеуі бар ғой. Соны ойламай маған бере салған ғой. Сен қыз жауаптысың. Саған бермеген, сен алғағансың ғой. Алғанға білмеймін. Қысқартайын ба, ауылда ойнайды ғой, мама папа ойнайық деп ше. Сол рөлді қақ болғансың сен әлі.
бала кездегі саған ескерткіш қоймайды, ана никогда соны қазір білем ғой, қазір болса біліп әдейі істеп отыр, жазып түсінсей. Не тұрсың, бұны есікке қолдап барма ол жаққа десе ше, бұл есіктің терезесін сындырып барады. Барады. Қайда ол қыз қазір? Ол ма сол жақта соған байға тиіп баласын туып отыр ғой. Бақытты болсын. Сен ана кіндік мамасы қылып шақырмады ма сен? Шақырмады сол. Иә. Масқара. Оның итогі өте көп. Мен қаншама қарыз болып маған кетті. Әке-шешесі в конце мені боқтады. Әке-шесі наоборот дошло то, что ана жігітпен мен жүремін, мен жатамын, мен екі қалып, мен аборт болғам. Мен соры сүйісіп жүрген жігітім сол кезде. Мен ана Подожди! Ей, жоқ. Анау Подожди! Образын айтып. Ана қыз сөйтіп ақталған ғой, Ана получается. қыз солай ақпарат айтқан. әке-шесі өзіне дұрыс жағын қабылдап алған. Ана қыз Роза ана, айтқан сабыр қабылдамай, бүкіл кінәнің бәрін маған жауап тұру, когда это все дошло, когда это все дошло. Екеуі қырғын қарызға кірген, миллиондап зайым бәрін ұрып тастаған. Подожди! Ты там не разберешься. Там Қайшы театр? Бұл историяның бәрі неше жылда болды? Мә бір жарым екі жылдың көлінде болды. бар ғой. Как мы скучно живем, қыздар. Даже ты скучно живешь. Біз реально анау бар ғой, ана Италиядағы еріккен кемпірлер сияқты өмір сүреді екенбіз. Сенде аналардың өмірлері ана Блокбастер. боевик ше, Том Круз, патах. Анау игроман, анау жүрет ішіп атыр, ер қабат, анау угроза болатыр. Өліспейді. Мы скучно живем ше. Еще мен кредит алып тастағам, оны еще өзім төлеп жүрмін, оны жылап сықтап осы сорлы ақшаны өзім төлеп жүрмін. Еще 2 айлық ақшаны наличкаға тастағам. Ақшам жинап жүрген айфон аламын деп 2 айлық шыққан полный бесам конверт. Енді айфон алдың ба? Кейін асушка алдым ғой кейін. Болды, таста құрсын. Сен қарыздардан құтылдың ба? Қарыздардан құтылдың ба? Соны ма құтылдық қой, иә. Пожалуйста, өз өміріңді сүрші. Жоқ, оның бәрін отпустила полностью, кажется, на все абсолютно пофиг, я полностью, как сказать, очкидің бәрін полностью шешіп, бәріне уже прям андай трезвый көзбен қараймын. Сәлеметсіздер ме? Менде оқиға емес, менде сұрақ. Андай ютубтан бір феминист қыздың көзқарасын көріп қалдым да, былай айтады, біз бір ғасыр жеткен жоқ қой, енді жарты ғасыр ғана болды. Әйел өздерінің құқығын алып, өздері андай бай болам десе бай болып, статусқа жетем десе статусқа жетіп, бірақ бұған дейін сен бір статусың, байлығың, вообще репутацияң болса, сен ол еркектің мойнында еді ғой дейді да. Мысалы, сен жақсырақ еркекке, байырақ еркекке шықсаң, сенің сол социумдағы статусың үлкенірек болатын еді дейді да. Және енді бірақ біздің сол жарты ғасыр болды құқығымыз дұрысталып, өзіміздің құқығымызға жетіп жатқанымызға. Феминист қыздың айтуы бойынша көзқарас айтты да, жас қыздар, бірақ универдегі қыздар, мысалы, жас қыздар әлі күнге дейін бір-бірімізді сол ұлдардың, еркектердің вниманиесі үшін бір-бірімізге иттік жасап қойсақ, ол қыздарды андай қатты кінәлаудың қажет жоқ дейді да. Себебі біз әлі сол андай сол ережемен жүріп жатырмыз да, патриархалдық ережемен жүріп жатырмыз, бірақ сол қыздарды кінәлап, олар да сол социумның ережелерімен ойнап жатыр да. Біз енді ғана ана әйел қауымы болып адаптация болып мизогиния, да. Иә, сондықтан да жаңа айтып жатсыз, сол неге көзқарасқа қалай қарайсыздар? Дұрыс па? Оны өмір бойы айтып жүр ғой мына қыз. Сен маған жазылмағасың ба? Жазылсай. Шығып кетсін маған десең. Жоқ, ана неге айтып жатырмын да, өздерін токсик сезініп жатсыңдар ма дегенде. Токсик сезіну біз, смотрите, бұл тақырып негізі ашық айтылмайды. Мы специально сейчас это разгоняем, үшеуміз отырып алып осы тақырыпты ше, потому что бұндай тақырып талқыланбаса, сендер іштеріңе жұтып отыра бересіңдер. Вы будете ходить вместе, но ненавидеть друг друга. Міне қазір отырып мына жерде айтады, мен сондаймын деп отыр, шығасыңдар қазір сөйлесіңдер. Шығып сөйлесіңдер, да, открыто поговорить. Мы для чего эту площадку создаем? Изи Апқа рахмет сол үшін. Да. Зачем? Чтобы мы могли вот так вот обсуждать наши темы. И бұл тақырып жабық есік кухняның артында болмау керек. Мысалда қыздардың между собой сөйлесу бір-бірін жамандаумен аяқталады. Бізде бұл нәрсе қазір травманы шығару, күліп отырып, травманы шығару, перестать травмировать друг друга.
перестать травмировать друг друга, бір-біріміздің шекарамызды білу, бір-бірімізді сыйлау. Иә, әркімнің, то есть мен қазір что-то агрессивді таққан жоқпын ба, менікі дұрыс па, жаңағыдай айтып жатыр қой, жаңа подругасын алып қашуға шығарып беретін деген сияқты, кішкене ойлансын деген мақсатпен жасап жатыр. Площадка создается для этого. Мы здесь не разгоняем, типа, ненависть друг к другу, мы наоборот здесь травму вытаскиваем. Күліп, әзілдесіп, және бұл проблема оншалықты бір сұмдық проблема емес. Сөйлессең кез келген проблеманы шешуге болады. Ең бастысы жасырмай бір-бірімен сөйлесу керек. Идея осы. Андай ғой, әше біздің қоғамда кез келген проблема мен солай деп ойладым дегеннен шығады негізі ше. Подругаң үшін ойлап тастайсың, мамаң үшін ойлап тастайсың, жігітің үшін, күйеуің үшін, балаң үшін ойлап тастайсың да. Сосын, ол мен неге ойымдағыдай болмады деп қуасың. Ол анжақта ол менің ойымдағыдай неге болмады деп ол қуып жатыр. Сөйтіп екі қуған бір қосыласыңдар да осындай жаңағы трэш оқиғалар шығады деген сияқты ғой. В итоге сөйлеспейсіңдер да. Мысалы, менде қазір дос жоқ емес, менде де достар бар, бірақ менде мынандай әңгіме. Өмірде әртүрлі адамдар болады да, бірақ мынандай, мен сұраймын, егер маған көмектесе, mesela тебе это комфортно? Маған өткен уақытың саған комфортно? Мен ойымды айтам. Мен осылай сезініп жатырмын. Сен как будто маған көбірек қандай не уақытыңды не істеп, өзіңнің уақытыңды мен үшін ұрлап жатқан сияқтысың. Тебе это комфортно деп сұрайсың да нет, нормально десе болды, так можно. А так іштей ішің ана по-моему, осы жерде ол мені пайдаланып жатыр. Точно пайдаланып жатыр мені. Деген сияқты ой болмау керек та? Иә, шіріп отпай. Да. Ашық сұрай салу негізі арамше проблема. қазір айтып алайыншы. Не бар ғой? Аля. Перизат бар ғой, мені ше негізі пайдаланып жүрген сияқты деп сен. Вот этот разговор содан басталады да? А надо просто Перизат, смотри. Сен мені пайдаланып жатсың ба десе. Да. Я говорю, Перизат, осындай проект бар. Как ты думаешь, и ол действительно, мысалы да, бір определенный проект бойынша Перизат маған өзінің ойын айтса, это ее интеллектуальный труд, это ее время, ол уақытын ол баласына арнауға болатын еді, өз проектісіне арнауға болатын. Поэтому я спрашиваю, тебе удобно? Тебе можно позвонить? Осындай ақылдасуға мүмкіндігін, энергияң бар ма? Деп сұрау арқылы. И к этому не сразу приходит. Конечно, сендер жассыңдар, 19, 20, 21-де біраз соғысасыңдар бір-бірлерімен. Но, извините, в 35 лет, в 30 лет вот так вот сидеть в этих отношениях, это стыдно. Рахмет, қыздареке. Жазираға көп рахмет. Королева трэша. Жазира, рахмет. Мы знали, что у тебя много этих историй. Рахмет. Спасибо. Давай, бізді суретке түсірдер. Изи апқа жазыламыз. Қыздар, единственный нәрсе, мынаның бәрі арамызда қалсын, е? Ссылканы таратыңдар обязательно. Бізді суретке түсіріп, видеоға түсіріп белгілеп шығарыңдар сториске. Әдемілеп түсіріңдер. 20-25. Ретлактың көкесі. Көп рахмет. Көп рахмет, қыздар. Давайте. Сіздердің алғыларыңызда.